Саламатсыздар ма балалар? Менің есімім Уразгалиева Айғаным Кумашевна. Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласы номер 6 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін 3-ші сыныпта қазақ тілі пәнінен сабақ көрсетем. Сабақтың бөлімі мерекелер мен демалыс мәдениеті. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Оқу мақсаты сөйлемнен сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім, етістік табу. Балалар, кәне есімізге түсірейікші, сөз таптарына не жатады? Әрине, зат есім. Зат есімнің сұрақтарын есімізге түсірейікші. Кім, не, кімдер, нелер? Мысал келтірейік. Ана деген сөзге қандай сұрақ қоямыз? Дұрыс. Кім? Аю. Не деген сұрақ қойылады? Келесі балалар сөз табы етістік. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Жүгірді, не істеді? Секірді, не істеді? Сын есімге қандай, қай деген сұрақ қойылады. Әдемі, қандай? Таза, қандай? Сан есімге қанша, неше, нешінші деген сұрақ қояды. 5, неше? 6, неше? 7, нешінші? Енді бүгін балалар зат есімге тоқталамыз. Зат есім заттың атын білдіретін сөз табы. Зат есімнің сұрақтары кім, кімдер, не, нелер? Зат есімдер балалар дара, күрделі болып бөлінеді. Дара зат есім бір сөзден жасалады. Күрделі бірнеше сөзден жасалынады. Сондай-ақ зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі зат есім түбір сөзден жасалады. Мысалы, ән, үй, бұлт. Туынды зат есім түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Әнші, үйшік. Сондай-ақ балалар зат есім жалпы және жалқы есім болып бөлінеді. Жалқы есім адам аттары, жер су аттары, үй жануарларының аттары жатады. Мысалы, Қазақстан, Мұхтар Әуезов, Ақтөс. Балалар естеріңде болсын, жалқы есім бас әріппен жазылады. Жалпы есім жалқы есімнен басқа есімдер жатады. Мысалы, аспан, жер, күн. Балалар, үйге сендерге 111 беттегі 41 жаттығу. Сау болыңдар балалар.